Бүгін міне ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін 31 наурыз. Алматы қаласының әкімдігі міне бүгін бірнеше белсенді азаматтарымыз жаңағы 5 азамат түрмедегі іс қозғалған. Бүгінгі күнге дейін ешқандай іс тергеу әрекеттер жүрмей жатыр. Әлі олар қамауда отыр. Сот туралы бүгін ашық хат жолдады әкімдікке. Рақа, өзіңде сол істі болып жүргендердің бірісің ғой. Тоқпанбетов Рақыш қоғам белсендісі 31 наурыз 2025 жыл біз Алматы әкімдігіне келдік. Дөңгелек стол талап етіп 5 адам қамақта, 7 айдан бері жатқан қамаудағы адамдар және 7 адам сырттағы қолхатпен жүрген адамдар жайлы осыларға дөңгелек стол неғылып қала адам құқық қорғау өкілі керек. Одан кейін Алматы қаласының полиция департаментінің тергеу бөлімінің бастығы, тергеуші Рахат Үсеров, Алматы қаласының полиция департаментінің бастығының орынбасарын және Алматы қаласының прокуратура тергеу бөлімінің ұсталғандарға қамауға анықтама берген прокурор және қалалық даму басқармасының басшысы осылармен бізді дөңгелек столға талап етіп келдік. 7 айдан бері қарай ешқандай нәтиже болып атқан жоқ, ешқандай тергеу жүріп атқан жоқ. Бұның бәрі арды емеспіз, берді емеспіз. Сонымен осы жерде біз келуімізге мәжбүр болдық. Осы жерге ертең неғымат деп біз Құда қаласа бәрінің айтатыны жоғарыдан бұйрық, Астанадан келді де, Астана шешетін болсында біз неғып жүрміз burada. Астанаға барамыз деген ойдамыз. Соны енді ең соңғы үмітіміз осы жер. Бұл жерде енді болмаса нәтиже шықпаса, амал жоқ, Астанаға барамыз. Дайындалыңыздар, аудитория дайындаңыздар. Біз барамыз, амалымыз жоқ. Ақыр сояқтар шешілетін болса. Басқа не қылуға болады? Уже бармаған есігіміз, ашпаған есігіміз қалмады. Алматы қаласында барлық жерде болдық, бәріне ескерттік. Енді ары қарай бұл үндемесең үндемей өсіп жата беру, өте беру. О адамдардың денсаулығы күннен күнге нашарлап жатыр. Ешқайсысына ешқандай көмек жоқ. Енді не істеуге болады бұдан артық? Біз конце концов мал емеспіз ғой, қорадан әкеліп апарып қамай салатын, байлай салатын. Инстаграм тола сепаратистер, олардың біреуін қамамайды. Неге екенін білмеймін, халықтың мұқтаждығымен күрес жүргізіп жүрген белсенді азаматтарды қамақта ұстап отыр. Басқа айтар сөз жоқ. Келдік міне, мақұл деді, хатымызды өткіздік. Жауап күтеміз. Болмаса 14 апрельде жолға шығамыз деп отырмыз. Жоғарғы құзырлы органдарға хат жазамыз, бірнеше рет хат жаздық. Министр қабылдасын деп, ішкі істер министрі, бас прокурор қабылдасын деп. Бірақ ол құзырлы органдар, жоғары құзырлы органдар хаттарды біздің жауап ретінде мынау жергілікті құзырлы органдарға жібереді. Бірақ мына жергілікті құзырлы органдардың бір іс-әрекетін, іс-шара жасаватқанын көрген жоқпыз. Соған біз қанағаттанбай, енді алдынан өтіп осы мынау өзіміздің жергілікті местный орган дейді ғой, солардың алдынан өтіп осы талабымызды айтып, егер осыдан ештеңе шықпаса, шынымен-ақ Астанаға баруға тура келетін болды. Естідіңіздер. Енді жауабын күтеміз. Бұл дөңгелек стол ұйымдастырыла ма жоқ па?